Microsoft Excel негіздері файлды экспорттау. Кейде біз құрған файлымызды басқа форматта, көбінесе PDF форматында сақтаған тиімді болады. Microsoft Excel бағдарламасы да бізге сондай мүмкіндік береді. Ол үшін файл, экспорт бөлігіне басамыз. Осы жерде создать PDF батырмасын басамыз. Ашылған терезеде сіз өзіңіздің файлыңызды қай жерге сақтайтыныңызды таңдайсыз, атын бересіз, және барлық баптауларды орындап болғаннан кейін опубликовать деп басасыз. Сонымен қатар қосымша баптаулар ретінде сіз құжатыңыздың қай бөлігін экспорттағыңыз келеді, соны таңдай аласыз. Мысалы, барлық кітапты деп таңдап, барлық кітапты экспорттай аласыз. Көріп отырғандарыңыздай, жұмыс үстелінде бізде кітап файлы және де оның PDF екенін байқай аламыз. Ашып көре аламыз. Біздің жазбалар PDF форматында сақталып тұр. Сонымен қатар бізде осы мүмкіндікті беретін басқа да бір әдіс бар. Ол үшін файл сохранить как бөлігіне баратын болсақ, мысалы, орнын таңдайық, жұмыс үстелі. Осы жерде тип файла бөлігі бар. Ашылған терезеден соны таңдайтын болсаңыздар, өте көп файлдардың түрі бар. Осының ішінде сізге қажетті болатын PDF форматы да бар. Сонымен қатар Excel-дің алдыңғы нұсқалары да бар. Ескі, мысалы, сіз біреуге файл жіберетін кезде, оның компьютерінде ескі Excel орнатылған болатын болса, ол сіздің жаңа Excel-іңіздің форматын ашпауы мүмкін. Сол кезде сіз ескі Excel-дің форматымен сақтап жібере аласыз. Және басқа да көптеген форматтар бар, бірақ олардың қолданысы сәл сирек. Арасында мүмкін ерекше айтып өтетіні ол TXT форматы, әртүрлі кодтау түрлерімен. Сонымен қатар OpenXML және де OpenDocument форматтары сізге пайдалы болуы мүмкін. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сабақ түсінікті болса, келесі сабаққа өте беріңіз.